ондай болмайды. Сіз Аллаға тапсырсаңыз, я Алла, мына бәленшенің жүрегіне иман беріп қой, білімді етіп қой, көркем мінезді бер, көркем мінезді етіп қойшы Алла деп сұрайсыз. Жазасын бер деп сұрамайсыз. Жазасын беретін сіз емес, өзі біледі, бере ма бермей ма, қалай береді, оны Алла біледі. А сіз қазір бессознательно Алланың рөліне түсіп кетіп жатсыз. Мен бәрін жазалаймын, мен бәрін тәрбиелеймін, мен бәрін орнына қоямын деген сізде скрытый тәкаппарлық бар. Жоқ, мен Аллаға бүйтемін ғой, бір Аллаға тапсырдым. Болды, басқа ештеңе айтқан жоқпын мен. Жаңа жазасын бер деп айттым деп айттыңыз ғой. Иә, жазасын берсін, осынша жақсылығын білмеді ма мен? Ну вот, видите, сіз өзіңіз міндет қылып тұрсыз қазір. Еще қарғысы ретінде жазасын бер Алла деп тұрсыз, қарғап атқан сияқты. Ол дұрыс емес. Аллаға тапсырған деген мүлдем басқа, Гүлім ханым, сіздің ниетіңіз дұрыс емес. Алла өзі жазалай ма, басқа қыла ма, жоқ, кімді жазалайды, Алла біледі. А сіз қазір Алланың рөліне түсіп кетіп жатсыз да, ниетіңіз басында дұрыс болмаған.